сайтында. Енді мен сіздерге Nezi сайтының түрлі мүмкіндіктерін көрсетуге отыр. Өзім Nezi сайтының құрастырушы болып келемін. Енді слайдымды бастамақшы бүгін сол сайттағы осы оқу жылындағы статистикамен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Енді бұл биылғы оқу жылындағы біздің платформаға кірген қолданушылардың статистикасы болып келеді. Енді көріп тұрғандарыңыздай, бұл енді Яндекс Метриканың есептеуі бойынша. Енді біздің платформаға кіретін қолданушыларды сіздерге көрсетейін. Енді біздің платформаға тек қана Қазақстан емес, әлемнің барлық мемлекеттерінің көп мемлекеттеріне кіреді. Енді біздің Қазақстан бойынша тек қана ең көп кіретін облыстар көбіне енді Түркістан облысы, Алматы облысы көп кіретін болса, басқа мемлекеттерде көп кіретін болады. Оның ішінде енді басты бестікті сіздерге айтып кетейін. Россия көп кіреді, США көп кіреді, Қытай, Қазақстан мемлекеттері енді бестікте саналады. Енді қалған мемлекеттердің барлығы да Канада, Испания, Швейцария, Вьетнам, Монголия, Румыния, кете береді. Енді Южный Корея кіреді екен. Барлық мемлекеттер біздің сайтта қолданады. Енді біздің платформа негізі қазақ тілінде арналғанда, неге қалған мемлекеттер кіреді десеңіздер, біздің сайтта браузерлердің барлығында тілді ауыстыратын функция бар ғой. Яғни сол функция арқылы өздерінің тілдерін аударып, сол функция арқылы мектептерінде қолданады екендер. Енді бізге қызық болып тұрғаны Америкадан штаттар қарап жүрейін. Вирджиния, Орегон, Колумбия, Айова, Невада, Юта, Северная Каролина, Техас, Южная Каролина, Массачусетс, Калифорния, Нью-Джерси, Джорджия, Нью-Йорк көп кіреді екен әріптестер. Енді біздің статистика осында әріптестер, енді бұл платформаға қандай функциялар бар, мұғалімдер қалай кіреді, қалай қолданады деген сұраққа сіздерге жауап беріп өтейін. Ішінде бұл платформа тек қана мұғалімдерге арналған. Мұғалімдер ішінде сабақ беруде түрлі функцияларды алу арқылы, әр тәсілдерді қолдану арқылы біздің платформаларды қолдана алады. Енді ол үшін біздерге Nezi-ге Google-ға кіріп жазамыз. Nezi деп немесе Nezi іздерек деп жазсақ біздің чат-ботқа кіреді. Енді бұл бізде түрлі бөлімдер бар, негізінде ішінде әр тәсілдері бар, кері байланыс бөлімі. Және біздің осы оқу жылынан бастап қосқан соңғы біздің функцияларымыз, бөліміміз деп айтамыз бар. Жасанды интеллект бағытын қосқан болатынмын. Жасанды интеллекттің аты бізде зерек деп аталады. Енді бұл зерек мұғалімдерді функциялармен жаратылған. Яғни ішінде топқа бөлу, сабақта қолданатын топқа бөлу, таймер, тест функциялары, кері байланыс, санау жүйесі, басқа да функциялары бар. Яғни сабақтың басында, ортасында, аяғында, санау тапсырмаларында, бекіту тапсырмаларында, топқа бөлуде барлығын бір функция арқылы ұйымдастыруға болады екен. Енді сіздерге уақыттарыңызды алмай ақ қояйын. Ішінде бір 2-3 функциясын сіздерге таныстырғым келіп отыр. Енді біздерде ең бірінші зерек бала деген функция